Тәуелсіздік бабалар аңсауы ұрпақтың қол жеткен киелі кезең. Тәуелсіздік таңбасы таста, қана қара жердің тамырында жатқан құдіретті сөз. Қаламыздағы тәуелсіздік жылдары ашылған 33-ші жалпы орта білім беретін мектебінің тыныс тіршілігімен танысып, арнайы репортаж жасамақпыз. Бізбен бірге болыңыздар. 4 қабаттан тұратын бұл ғимарат ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай өз есігін шәкірттеріне айқара ашқан болатын. Егемен елдің ұрпағының жаңаша білім алып, заманауи технологияны меңгеруі үшін барлық жағдай жасалған. Тәуелсіздіктің жемісі де осындай білім ордаларының қолданысқа берілді. Сәлем, сенің атың кім? Меруем. Сен қай елде тұрып жатсың? Қазақстан. Сен туған жер туралы дақпақ білесің бе? Иә. Айта қойш. Мұханым Тауытан. Менің күнінсем, түнінсем, ағынды өзен, асқар тау білінсем, менің қастілінсем, бар жанынсем ұңқыла, берматан деп сылаған, жаны менің күйгімді жар шықты. Бостыра боны жырдан, отан бермей бейкен, мені мәңгілікке сүйетем. Баласы мектеп жасына толған ата-ана ешқандай материалдық тәуелділіксіз өзінің сүйкімді ұлын немесе тұлымшағына ақ бантик байлаған қызын 1 қыркүйекте алаңсыз мектепке қарай жетелеп келе жатады. Шаттықтан бал-бұл жанған сәби жүзі құшағындағы ал-қызыл шоқ гүлдей жайнап, анасының қолынан ұстап немесе әкесінің мойнына мініп, еңселі білім ордасына қарай адымдап барады. Бұл не деген ұмытылмас бақытты шақ. Осындай қайталанбас сәтті басымыздан кешуге жағдай жасап отырған мемлекетіміз не деген қамқор, не деген мейірімді. Тәуелсіздіктің қадір қасиетін бүгінгі алдыңыздағы шәкірттеріңізге қалай түсіндіресіз? Әрине, менің алдымда қазір отырған кішкентай 1-ші сыныптың бүлдіршіндері, оларға тәуелсіздік деген сөздің мағынасын түсіндіруден бастар едім алдымен. Тәуелсіздіктің бұлар не екенін әлі білмейді, сондықтан да тәуелсіздік деген ол біздің еліміздің бостандығы, өзіміздің жеріміздің болуы, өзіміздің тіліміздің болуы, тілімізде еркін сөйлеуіміз, бейбіт елде өмір сүруіміз, осының барлығы тәуелсіздік деп түсіндіріп алғаннан кейін тәуелсіздіктің қаншалықты қымбат екенін түсіндіруге тырысар едім. Мысалы, осы әппақ болып киініп келуі, мектепте тегін білім алуы, өзінің ана тілінде сөйлеуі, ата-анасының қасында бақытты да керемет балалық шағын өткізуінің барлығы осы тәуелсіздіктің арқасында келіп жатқандығын, ал осы тәуелсіздікті бізге кім әкелгендігін, сол ата-бабамыздың жаңағы маңдай термен, қан төгіс соғыстар арқылы осындай бейбіт елге жеткендігімізді балаларға түсіндіріп барып, жаңағы тәуелсіздікті қалай сақтап қалу керектігін, нағыз патриот болу үшін не істеу керекпіз, тілімізбен дінімізді, өзіміздің мемлекеттік туымызды, әнұранымызды қалай құрметтеп қастерлеу керектігінен бастап түсіндіріп, жаңағы балаларды отаншылдыққа, отанын шексіз сүюге, тәуелсіздікті бағалауға бағыттап тәрбиелеп жатырмын. Бүгінгі таңда әрбір мектеп есігін ашқан бүлдіршін өзінің әйбат әліппесін арқалап, алаңсыз білім атты үлкен өмірдің табалдырығын именбей аттайды. Білім алу тегін, әрі әр баланың абыройлы міндеті. Оқулық мәселесі де мемлекет мойнында. Тек ерінбей еңбектеніп, талмай ізденіп, аяулы ұстаздардың жалықпай үйреткен білімін жүрекке сіңіру ғана біздің борыш. Бұл әрине балалар аңсаған тәуелсіздіктің арқасы. Саламатсыз ба? Тәуелсіздікпен бірге қазақ тіліміздің жағдайы жақсарып, тіліміздің мәртебесі биіктегені баршамызға белгілі. Мектеп оқушылардың қазақ тіліне деген көзқарасы қандай? Жақсы. Балалардың қазақ тіліне көзқарасы тола ма дейсің бе? Жақсы, енді бұған не айтуға болады? Балалардың қазақ тілге деген көзқарасы қазақ мектебінде бұл тіл әдебиеті пәндері деген ең басты пән болып есептеледі деп ойлаймын. Балаларды жалпы мынау қазір мына заман талабына сай оқытудың мазмұны өзгерумен бірге балаларға қойылатын талап та өзгеріп отыр ғой.
Мысалы үшін балаларды жаңағы ізденушілікке, зерттеушілікке бағыттауға тырысамыз. Балалар осыны құп алып, жаңағы дарынды, талантты оқушыларға осылардың жаңағы қалайда жеңіске жеткеніне жұмыстанамыз. Балалар осыны құп алып, барлық сайыстарға қатысып, қолдарынан келгенше жеңіске жетіп жатқандары да бар. Қазақ тілге балалардың көңілі толады деп ойлаймын. Әсіресе әдебиет пәні, өнерге жақын пән, әдебиет пәнін жақсы сүйіп оқиды мектеп оқушылары. Арысы қазақ хандығынан бастап, берісі егеменді елдің іргесіне дейін көшті. Жалғастырып келе жатқан атадан тараған ұрпақтың парызы осы тәуелсіз елді сақтау. Жәнібек пен Керейдің келген керегесін кілем үсті көтеріп, отанды қастерлеп өту әрбір ұрпақтың міндеті. Тәуелсіздік ащы термен келген тәтті жеңіс. Төгілген қанның, өлмеген жігердің отымен келген ұлы күн.